Енді достар, тура осы жерде деп айтсам да болатын шығар енді. Бәлкім осы жерде, бәлкім мына жерде отырған шығар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Отырған кезінде жанынан ақ киімді Жебірейіл періште келе қалады. Адам кейпінде. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол кезде оның Жебірейіл екенін білмейді. Келеді алқымынан қысады. Иқра, оқы дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам білесіздер, сауатсыз адам. Мен оқи алмаймын дейді. Жебірейіл періште қатты қысқаны соншалық дейді, менің денемнен жаным шығып кете жаздады дейді. Жіберді да, тағы да қысты дейді. Оқы деп айтты дейді. Мен оқи алмаймын деп айттым дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл жолында денемнен жаным шығып кете жаздады дейді. Сосын үшінші рет Жебірейіл періште қатты қысып қалған кезде амалсыздан нені оқиын деп айттым дейді. Сонда Жебірейіл алейхиссалам Иқра бисми роббикаллази халақа халақал инсана мин алақа Иқра ва роббукал акрам аллази аллама бил қалам деп Құранның алғашқы 5 аяты осы жерде түскен. Оқы Раббыңның атымен адамзатты ұйған қаннан жаратқан деп. Тура осы жерден бүкіл әлемге ислам нұры тарады. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам уахи түскеннен кейін ол маған келген адам кім? Ол маған не деді? Маған жын келді ма? Мен жындандым ба? Сәуекей болып кеттім ба? Деп қатты қорқады. Пайғамбардың өзінің саллаллаху алейхи уассалам жек көретіні сол жынды болған, көріпкел болған бақсы адамдар екен. Олай менің елде атым тарағанша одан да осы таудың басынан құлап өліп кетейік салғаным жақсы дейді. Бүйтіп төмен қараған кезде көктен бір дауыс естіледі. Ей Мұхаммед, сен пайғамбарсың, ал мен Жебірейіл періштемін деді. Сонда жоғары қараса, мына көк жиектің бәрі аспанда Жебірейіл періште 600 қанатымен тұр екен. Өз кейпінде. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам одан бетер қорқып төменге қарай Хадиша анамыздың үйіне жүгіріп кетеді. Ақпарат ұнаса арнамызға жазыл.